Сәлем балақайлар, қалдарың қалай? Мен арнайы кітапхана қызметкері Мүсілім Нәзат Шора қызы. Сіздерге бүгін ойыншықтар мерекесі бала белсенділігін арттыру сағатын ұсынбақпын балалар. Балалар, сіздерге қандай ойыншықтар ұнайды? Міндетті түрде комментария қалдырыңыздар. Сонымен қатар біздің арнайы кітапханамыздың ойыншықтарын тамашалаңыздар. Балалар, мен сіздерге ойыншықтар жайлы қызықты ақпараттар қалдырмақпын. Міндетті түрде тыңдаңыздар. Ойыншықтар баланы жан-жақты тәрбиелеу мақсатында пайдаланылады. Баланың дүниетанымын кеңейтуге көмектеседі. Белгілі бір мақсаттағы ойластырылған әрекетке үйретеді. Қиялын дамытып, еңбекке сүйіспеншілігін, техникаға қызығушылығын, білуге құмарлығын, аңғартқыштығын қалыптастырады. Талғамбастыққа тәрбиелеп, өнерге ынталандырады. Ойыншықпен ойнауға белгілі жағдайда педагогикалық, эстетикалық, гигиеналық, техникалық талап қойылады. Сондай-ақ ол баланың жас ерекшелігіне қарай өзгеріп отырады. Ойыншықтар бірнеше топқа бөлінеді. Дидактикалық ойыншықтар баланың ойлау қабілетін, дұрыс сөйлеу мәнерін дамытуға, оның білімі, шеберлігін және дағдысын қалыптастыруға көмектеседі. Ойнай жүріп бала затты танып біледі, оның түрін, көлемін, түсін ажыратады. Есептік арақатынасымен, санымен, кеңістік жайлы түсіністікпен тағы басқа танысатын болады. Дидактикалық ойыншықтарға жататындар бір түсті және түрлі түсті сақиналардан жасалған конусты күмбездер, бірінің ішіне бірі салынатын әртүрлі тостағандар, бөшкелер, шарлар, матрешкалар, әртүрлі серіппелі, бұрандалы ойыншықтар жатады. Бейнелік ойыншықтар, қазақша нақыштағы ойыншықтар. Бейнелік, ишара ойыншықтардың тәрбиелік маңызы зор. Оған қуыршақтар, киім-кешек, үй жиһазы, ыдыс-аяқ, тағы адамдар мен жануарларды, табиғат элементтерін бейнелейтін фигуралар жатады. Бұл қуыршақтармен ойнаған балалардың қоршаған орта жайлы түсінігі айқындалып, ұғымы кеңейе түседі. Ой өрісі мен қиялы дамып, сөздік қоры артады. Техникалық ойыншықтар. Техникалық ойыншықтарға жататындар көліктік, құрылыстық, тағы басқа бұйымдар. Балалардың ойын барысында көп күш жұмсамай-ақ еңбек процесін бейнелеуіне мүмкіндік береді. Конструкторлық ойыншықтар. Конструкторлық ойыншықтар құрастырмалы, алмалы-салмалы тақырыптық, сұлбалық немесе әмбебап конструкторлар болып бөлінеді. Құрастырмалы, алмалы-салмалы ойыншықтар мектеп жасына дейінгі балаларға арналады. Олар арнаулы бекіткіштер арқылы құрастырылатын аздаған бөлшектерден тұрады.